даусым шықпай тұр ма? Онда бұл телефон даусы шықпай тұр екен. О, кешіріңіздер, даусы шықпай тұр екен. Телефонның даусынан болып тұр екен. Египетке менен де сәлем. Ерніңіз әдемі дейді. Барлығын бір сабақта айта алмаймын. Енді қалай даусым? Жақсы ма? Даусым қалай? Қалам, сәлем жаным, қалайсың? Даусым жақсы ма? Я немесе жоқ деп жауап берсеңіздер екен. Даусым бар ғой, иә? Онда сабақты бастайық. Қажет қой сіздерге ақпарат? 500 адам болсын, қазір бастап кетеміз. Өйткені кеше мен 21:30 деп хабарлағам, барлығы 21:30-да күтіп отқан шығар, ештеңе етпейді. Сағат кейін 9:30-да кіргендер сабақтың соңына қарай тыңдап алады. Жалпы бүгін мен не айтам? Бүгін мен мидың жұмысы осыған тоқталам. Бұл ми басты орган. Банк техникасы дейсіз ба? Банкі демейінші, Аринова, банк техникасын мен мұнда айтпаймын, ол сабақта айтылады. Және мен бүгін күн техникасын айтам. Банка деп айтпаңыздар, банк техникасы. Банка деген ол жабылатын банка. Айнұр ханым, мен күні кеше мошенниктерге 100 теңге алданып қалдым, бірақ сол ақшам кетті деп өкінетін, бұған не айта аласыз? Не айтайын мен? Өкініңіз дейін ба? Қыздар, сұрақты дұрыстап қойып үйренеміз, жүре ма қыздар? То сұрақтың деңгейіне байланысты менің де жауабым сондай болып кетуі мүмкін, да? Яғни дұрыстап сізге нақты не керек? Өкінбесеңіз тіпті жақсы. Мен талай рет айттым, өкінудің қажеті жоқ деп. Орамал тағатын қыздың Құдай сақтасын жазғаннан. Көшіп тастайық, Ал кеттік, сабақ басталды. Комментарияларды өшірейін. Кешірім өтінем, өйткені комментариялар болған кезде не болса сондай сұрақтар қойыла береді. Оның қажеті жоқ бізге әзірге. Сондықтан бір тақырып бойынша жұмыс істегеніміз абзал. Енді осы ми тақырыбы негізінен кеше мен байқадым, өте бізге актуальды екен. Неге? Өйткені өте көп комментарий қалды, лайк басылды, қаншама адам мені жекеме жазып жатыр, миым істемейді дейтіндер де бар екен, Құдай сақтасын. Бірақ енді қазақта бір сөз бар, миы кеуіп кеткен деген. Естіп беріңіздер, миы кеуіп кеткен оның дейді. Бұл бекер айтылмаған сөз, қыздар. Ми кебет, кәдімгідей кебет. Неге? Өйткені ол судан тұрады. 80% судан тұрады. Ғалымдар өмір бақи миды зерттеп келе жатыр. Неге? Өйткені ми барлық біздің органдарымызды басқарады. Біздің сөйлеуіміз, біздің көруіміз, біздің естуіміз, біздің сезінуіміз, ыстықты, суықты білуіміз, тұруымыз, жүруіміз, яғни барлығы осы аппаратпенен басқарылады. Бұл аппарат басты ақпарат. Бұл аппаратсыз біз сау боламыз, бұл миына қан кетті дегенде бітті. Адам қол аяғы істемейді, еш жері жұмыс істемейді, ол адам салға айналады. Яғни біз миымызға ерекше көңіл бөлуіміз керек. Біз миды жай бір ойлау үшін ғана пайдаланамыз да, жоқ. Барлығына ми жауап береді. Ми ашығады, ми шөлдейді. Ми сіздің күнделікті сіздің мейірімділігіңізге мұқтаж. Сіз оған қаншалықты көп көңіл бөлесіз, дұрыс көңіл бөлесіз, сіз соншалықты іскер боласыз. Әдеттеріңізді дұрыс қалыптастырасыз. Мысалы, сіздің миыңыз шаршап тұрса, ол сізді жалқаулық деп ойлаймыз мұны көбіміз, ол жалқаулық емес. Сіздің миыңыз шаршап тұрса, сіздің ештеңе зауқыңыз болмайды, өмір сүргіңіз келмейді. Алға жылжығыңыз келмейді, ақша тапқыңыз келмейді. Бай болу керек еді, ақшам болу керек еді, ақшам болса жақсы болар еді. Күйеуге шығу керек, күйеуге шықсам күшті болатын еді. Бала туу керек, бала тусам жақсы болатын еді. Қараңыздар, біз үйлендік делге біреумен бас қостық. Сіз бұрын жалғыз едіңіз. Бас қосқаннан кейін сіз не істедіңіз? Бір деңгей жоғарыладыңыз. Біреу едіңіз, екеу болдыңыз. Екеуіңіздің араңызда
қарым-қатынас басталды. Махаббат, үй болу, отбасы болу, жақсылап тұрып той өтті, мынау барлығы күшті. Сіз бір үйге келін болып келдіңіз, ер адам сізді әйел етіп алды. Яғни жан-жар етіп алды. Өзгеріс болды ма? Өзгеріс болды. Ми түсінбейді әлі. Сіз миға не істейміз біз? Қандай ақпарат береміз? Күйеуге шығу керек, шықтың, той жасау керек, той жасалды. Күйеумен тамақ істеуім керек, үйді жинауым керек, Ең бірінші біз миға установка жіберуіміз керек. Мен енді жалғыз емеспін. Біз екеуміз көп дүниелерді дұрыс атқаруымыз керек. Біз екеуміз енді жауапкершілік алуымыз керек. Бұл жерде кәдімгідей бір-біріңіздің қызметіңізді белгілеуіңіз керек. Күйеуіңіздің сізге қандай өтініші бар, сіздің күйеуіңізге қандай өтінішіңіз бар, Яғни бірге шетелде таңғалып жатамыз ғой, брачный контракт деп, ол ақшаға қатысты, бірақ біз ең болмаса сөз жолдасымызбенен алдағы ең болмаса 1 жылдық жоспарымызды жасауымыз керек. Екеуміз не істейміз? Жұмыс істеп жүрген болсаңыз, жұмысымызды жалғастыра берейін ба? Осы жұмыс саған сен үшін ыңғайлы ма, менің жасап жатқан жұмысым? Әлде ыңғайсыз ба? Не болмаса күйеуіңіздің жұмысы. Яғни мұның барлығын реттейтін, семьялық системаны реттейтін ол 2 адам. Осы 2 адамның біреуі ең болмаса осы ақпаратты білсе, өмірі жеңілдейді. Яғни екеуіңіз миларыңызды дайындайсыздар жаңа өмірге. Сосын бала пайда болады, 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін, біреулерде 3 жылдан кейін, біреулерде 4 жылдан кейін бала пайда болған кезде біздің сіздің аяғыңыз ауыр, мен балалы болам. Осы айтамыз да, күйеуімізге біз хабарласқанда да мен жүкті болып қалдым деп айтамыз. Мен жүктімін, мен көтердім, алақай мен көтердім дейміз. Осы жерде қателеседі екенбіз. Бұл семейный психологияда, отбасылық психология системасында, жаным, біз жүктіміз. Біздің баламыз болады. Яғни сіз өзіңіз жалғыз туайын деп жатқан жоқсыз. Сіздің күйеуіңіз болмаса, сіз ол баланы тумас едіңіз, Яғни біз не істейміз? Миды дайындаймыз. Демек, біз қандай да бір әрекет жасайтын кезде, миымызды сол ақпаратқа алдын ала дайындасақ, біздің миымыз оңай қабылдайды және сізге көмектесуге әзір болады. Ал егер біз оны айтпай, өздігімізбенен ойлап алып, соны істеп жүре берсек, біздің алдымыздан кедергілер шыға береді. Сосын кедергіден кедергі, немене білем, маған неге көмектеспейді, мына баланы мен ғана тудым ба, мен ғана бағам ба, осындай бізде кері әсерлер пайда болады күйеуімізге қатысты. Сондықтан қандай да бір іс әрекет атқаратын кезде сіз миыңызды оған дайындайсыз. Ми не істейді? Ми сізге кері ақпараттарды береді. Ой, ол саған не қажеті бар, жата берсеңші, істемей қойсаңшы, күйеуге шықпай қойсаңшы, Кері ақпарат береді. Неге? Өйткені шаршаған. Ойланғысы келмейді уже. Өйткені сіз оны бұған дейін оның ресурстарын бәрін пайдалана алмайсыз. Оны толықтырған жоқ. Сумен толықтырмаймыз көбіміз. Қоректендірмейміз миымызды. Дұрыс тамақтанбаймыз. Қазір тоқталам әрқайсысына. Күніге 2 литр су ішпейміз. Яғни не істейді біздің миымыз? Біздің миымыз күйіп кетеді, бізге кері ақпарат береді. Тыңдамайды ол бізді. Қаламайды біздің. Бізбен бірге болғысы келмейді. Крыловтың әңгімесі бар ғой. Аққу, шаян, һәм шортан деген. Тура сол болады. Денеміз бір жаққа тартылады, жата тұрғысы келеді. Жанымыз ұшып жүргісі келеді. Миымыз ұйықтағысы келеді. Миымыз тағы да бірдеңе ойлап табады. Яғни біз осы үшеуін біріктіру үшін миымызды қоректендіруіміз керек. Мида ашық. Сондай-ақ миға ақпаратты беру үшін нақтылық қажет. Біз күйеуімізден не қалайтынымызды өзіміз білмейміз, бірақ бір сыйлық күтеміз. Сіз өзіңіз білмесеңіз, ол қайдан біледі? Сіз оған айтпасаңыз, ол қайдан біледі? Біз күйеуімізден көмек күтеміз да. Мусорда апарып тастаса екен, өзімізге айтты. Оған айтпаймыз. Угадай мелодию. Әнді тап. Менің әнімді тап.
күйеуіміз не істейді, ол өзінің шаруаларын істеп береді. Оның да миында сан мың ой. Мына әйелім неге дұрыс маған қарамайды, бұл неге күлмейді, бұл неге әдемі болып жүрмейді. Яғни бізге керекті біз нақты айтқан кезде ғана ми ол ақпаратты қабылдайды. Ол ақпаратты қабылдау үшін біз кішкене дұрыс нақты сөйлеуіміз керек. Әдемі сөйлеуіміз керек миға. Яғни оны көндіруіміз керек. Егер НЛП-да бар, екі адам бір-бірімен сөйлесіп отқан кезде екеуі бірдей жест жасаса, бір-бірін еліктіреді. Сол сияқты күйеуіңізбенен егер сіз дұрыс, сенікі дұрыс. Әрине сенікі дұрыс отағасы, бірақ сен баяғыда осыны айтып едің маған. Бұлай істеген дұрыс болады-ау. Бұрын сен айтқан кезде мен осылай істегенде сол бір жақсы нәтиже беріп еді. Солай жасап көрейік. Яғни, қой, болмайды. Осы сен қайдағы жылты айтып отыр екенсің. Бітті. Оның миы одан кейін сіз айтқан ақпаратты қабылдағысы келмейді, өйткені ол шаршағысы келмейді сізде. Ана бір анекдот бар ғой, бір еркек айтады дейді, мынау кольцоны таққалы бері, яғни обручальный кольцоны, неке жүзігін таққалы бері, менің құлағыма постоянно бу деген звуктар келеді дейді. Осы неке жүзігін таққалы бері солай болып қалды дейді. Сосын көрсетеді, артында әйел отыр. Қашан боласың, не істейсің, ақша табасың ба, таппайсың ба, Бу. Ол сәлден кейін ол ер адамның миы сіздің айтып атқан әңгімеңізді қабылдамайды. Яғни нақтылық жоқ. Нақты өзіңізге не керек екенін білмейсіз, өйткені сіз өзіңізде миыңызды қоректендіріп жатқан жоқсыз, және күйеуіңіздің де миын қоректендіріп жатқан жоқсыз, балаларыңыздың да миын қоректендіріп жатқан жоқсыз. Жалпы мидың ең бірінші қорегі ол су. Суды дұрыстап ішуіміз керек. Су дұрыс ішілмесе, онда біздің миымыз кеуіп кетеді. Қазақтағы мен кепкен деген сөз содан шыққан. Не кепкен ба деген сөз содан шыққан. Демек, мысалы, қанша су ішесіз, яғни салмағыңызды 0,33-ке көбейту керек. Яғни 1 килограммға 0,03. 30 грамм су. Мысалы, мен 65 килограмм болсам, маған примерно 1700-1800 грамм су керек. 1 литр 800 грамм, 700 граммдай су керек. Мен 2 литр су ішуге тырысам күніге. Сағат сайын ше. Неліктен керек? Ол біздің толық ағзамызға және миымызға су керек. Бірінші сумен қоректендіреміз. Таңертең тұрғанда аш қарынға жылы су ішу керек. Өйткені біздің ағзамыз оянаттағыны, миымыз біздің ұйықтамайды, бірақ тоқтамай жұмыс істейді, шаршайды. Сосын біздің істегіміз келетін нәрсеге ілесе алмайды. Яғни бөлек-бөлек тұру керек, жүру керек, бару керек, істеу керек деген дүниелер осыдан басталады. Сондай-ақ баланың миы, қыздарға, сіздерге айтайын, ол 2 жас пен 11 жас аралығында дамиды. 2 жас пен 11 жас аралығында. Осы уақыт аралығында біз баланың миын қоректендіруіміз керек екен, және оны ой еңбегіменен жұмыс етуіміз керек. Дамиды. Сондықтан осы кезде біз баланы ұрсақ, оларды кәдімгідей соғысқа аттандырғандай болады екенбіз. Яғни біз миына кері әсер еткіземіз. Жалпы баланы ұру, мен енді айтпаймын, мен бір періште емеспін, менде ұрған кездерім болған, менде ұрған кездер болғанда, мен өйткені соны көріп өстім, бірақ қазір психология келгеннен кейін Құдайға шүкір соны қайталамауға тырысам, Аллаға шүкір, мыңда бір шүкір, бірақ болды ғой. Енді қараңыздар, сондай нәрсені егер өздеріңіздің балаларыңыз кішкентай болса қайталамаңыздар, Бұл өте кері әсерін тигізеді, баланың миына кері әсерін тигізеді, және бала өзінің дамуында бір тежегіштерге тап болады, ұрған кезде, анасы ұрған кезде. Сондықтан дәл осы кезде 2 жас пен 11 жастың аралығында баланың миының дамуына жақсы әсер беруіміз керек. Баланы неге ұрмауымыз керек? Өйткені біз қорғауымыз керек. Олар бізге сондай нәзік, әдемі, кішкентай болып, біз қорғау үшін жіберілді, Оларды ренжітіп, ұру үшін емес, біз оларға қорғаушы болуымыз керек, қыздар.
Сондай-ақ екінші дүние миды қоректендіретін бұл күлкі. Кәдімгі күліп жүру сүннет дейді ғой, біздің исламда да. Күліп жүру, жарқын күлу. Яғни біз күлген кезде біздің миымыз да күледі екен. Яғни бір мезгіл болса да тынығады. Сондай-ақ терең дем алу, ішпенен бұл миды тынықтырады және оның температурасын реттейді. Температурасы реттелген кезде салқындайды. Ал ұйқымыз дұрыс болмаған кезде, біз 7-8 сағат ұйықтамаған кезде, қыздар, біздің мидың температурасы көтеріледі. Мидың температурасы көтеріліп тұрғанда сіздің миыңызға ештеңе кірмейді және сіздің өмірге деген көзқарасыңыз бақытты болмайды, никак бола алмайды. Өйткені ол шаршап тұр ми. Жоқ, мен шаршамаймын дейтіндер бар. Мен шаршамаймын, мен түнімен жүре беремін, күнімен. Біз ресурстарды пайдаланамыз. Мида ресурстар бар. Олар түгесіледі. Өкінішке орай, Алла тағала бізге күн мен түнді бекер берген жоқ. Күндіз жұмыс істе, түнде ұйықта деді. Күн бұл адамдардың мезгілі, түн бұл жын шайтан, ауыз билақтардың мезгілі деді. Яғни біз күн мен түнді шатастырып, түніменен жұмыс істейтін болсақ, біз не істеп отырмыз? Болашақтағы ресурсымызды кредитке алып отырмыз. Кредит деген жақсы емес. Яғни оны біз қарызға алып отырмыз. Кейін бұл Паркинсон, Альцгеймер ауруларына алып келеді. Яғни ресурсты көп пайдалану. Есте сақтау қабілетін нашарлау. Дұрыс сөйлей алмау, дұрыс көре алмау, көрудің нашарлауы, естудің, ми барлық органдарды басқарушы, оның ресурсы таусылса, бізді пен сіздің ресурсымыз таусылады. Яғни біз қаншада ұйықтауымыз керек? Ең болмағанда 11-де ұйықтауымыз керек. Егер біз 11-де ұйықтамасақ, сағат 12-ден кейін біздің қарнымыз ашылды. Байқайсыздар ма? Жүгіріп холодильникке жүгіре бастаймыз. Сондықтан 3 сағат бұрын миды қоректендіріп барып, қазір қалай қоректендіретіндеріңізді айтамын. Қоректендіріп барып, біз ұйқыға жатуымыз керек. 3 сағат бұрын, уже сағат 6-да біз тамағымызды ішіп алуымыз керек. Миды қоректендіретін тамақтарымыз. Жатар кезден қарным ашады десеңіз, айран ішуге болады. Сок ішуге болады, андай фруктовый емес, овощной. Яғни жемістен емес, көкөніс, жаңа бізде сельдерей бар, сондай-ақ помидор бар, огурцы бар деген сияқты, солардан көкөністен бір сок жасап ішсеңіз де болады. Әйтпесе міндетті түрде айран ішіп жатсаңыздар болады. Бұл өте маңызды. Миыңыздың ресурсын сақтағыңыз келсе, бұл өте маңызды. Енді қара, ұйқының қанбауы қайдан шығады? Біз тамақ жеп аламыз. Сағат 8-де 9-да тамақ жейміз. Сосын қосымша энергия келді ғой ағзамызға, оны мида қабылдай бастайды қосымшаны. Сосын сіз где-то 11:30-12-де жатып қалдыңыз дейгі, сіз миға қорек беріп қойдыңыз. Ми ағзаға қорек беріп қойдыңыз. Энергия кетті да, бірақ сіз ұйықтап жатсыз. Ми не істеді? Тынықпады. Ол өзі де ұйықтамайды. Ең болмаса тынығуына жағдай жасауымыз керек. Ұйқы қанбаған кезде фаза ауыса бастайды. Жарайды, 1 сағат ұйықтап алайын, 2 сағат ұйықтап алайын деп, 20 минут, 30 минутте будильникті ары қоямыз да, сосын кешігіп атамыз да, ұшып тұрамыз. Не болды? Стресс болды. Денемізге, ағзамызға стресс келді. Сосын оны біз денемізден байқаймыз. Басымыз ауырады, күні бойы басымыз. Неге ауырады? Өйткені температура көтеріліп тұр мида. Мидағы температура көтеріліп кеткен кезде біздің басымыздағы қысым бізді қысады. Оны біз төмен қарай жүруіміз керек. Біз төмен қарай жүрген кезде біздің аяғымыз жерде нық тұратындағына біз жақсылап тұрып әрекетке, әрекетке, әдетке көшеміз. Жақсы әдеттерге, әрекеттерге көшеміз. Көбіңіздің егер аяқтарыңыз ауырса, демек бастағы температура қатты көтеріліп кетті деген сөз. Көтеріліп кетті, енді ештеңе істеуге болмайды деп ойласаңыздар, қателесесіздер. Ең бірінші ұйқыны реттеуге тырысыңыздар. Ұйықтай алмаймын дегендеріңіз, Нас, Фалақ, Фатиха сүрелерін оқисыздар. Сосын жақсылап тұрып оқып, жақсылап тұрып суға түсіп,
ұйықтай алмаймын десеңіздер, реттегенше осыны жасайсыздар, қыздар. Жақсылап тұрып суға түсесіз, 38 градус, 20 минут, ештеңе жасаудың қажеті жоқ. Жай суда жатып тұрдыңыз. Сода, тұз салсаңыз болады. Бір уыс сода, бір уыс тұз саласыз. 38 градуста жатасыз да, 20 минут, ровно 20 минут. Сосын тұрып, төсегінде жатып, нас, фалақ, фатиха сүрелерін оқисыз дағына демалу практикасын жасайсыз. Қандай? Қазір көріп алыңыздар. Мұрынмен ауаны ішке. Бұны мен қазір әдейі көрсетіп отырмын. Қазір қалай жасау керек екенін көрсетемін. Сосын ауызбен, яғни мұрынменен ауаны 3 рет аласыз, ішке жібересіз. Сосын 6 рет іштей санап отырып, 6 рет шығарасыз. 3 рет аласыз, 6 рет шығарасыз. Оны жатқан кезде сіз жатып жасайсыз. Іштей санайсыз. Мен санап отырмын. 3 рет алдым, 6 рет шығардым. Осылай 10 рет жасайсыз. Сосын тағы да 4 рет аласыз, 8 рет ауызбен шығарасыз. Өте оңай техника. Бұған ұйықтамасаңыз, башпайыңыздан баста босатасыз денеңізді. Кәдімгідей. Башпайым босады, саусақтарым босады, аяғым демалып жатыр, денем демалып жатыр, белім, арқам, қолым, сосын ұйқыға кетесіз. Бітті. Яғни ерте ұйықтай алмасаңыз, фазаны жөндеу үшін осыны пайдалана аласыз. Бұл біріншіден сізді аураңызды тазалайды, екіншіден ұйқыңызды тазартады, үшіншіден жаман түс көрмейсіз және миыңызға дұрыс қорек бересіз. Яғни біз ұйқымен миды қоректендіреміз. Бірінші сумен, айттым, екінші күлкімен, үшінші ұйқымен. Сосын таңғы асқа біз мән беруіміз керек. Таңғы ас тәңірден деп бекер айтылмаған. Тәңір дегеніміз Алла. Кезінде енді тәңіршілдік болған кезде қазақтар тәңірден деп айтқан. Таңғы ас тәңірден. Яғни дұрыс тамақтануымыз керек таңертең. Оның ішінде сізге қуат алатын тамақтар болу керек. Қазір тағамдардың атын айтам. Одан кейін артық қант мөлшері. Біз шаршап кеткенде шоколад жеп аламыз, Шоколад жақсы, егер ол таза болса, бірақ көп жеуге болмайды оның өзін. Ол тым бойыңыздағы энергияны көбейтіп жіберіп, тағы да температураны жоғарылатуы мүмкін миыңыздың. Құрма жақсы. Яғни қант мөлшерін реттеп тұру үшін құрма жақсы. Құрма жеңіздер. Содан кейін күн. Бізге күн сәулесі керек. Егер біз күннің астында жүрмеген болсақ, күн шықты ма, бірден далаға шығып 1 сағат жүруге тырысыңыздар. Өйткені дәрумені біздің миымызға, біздің миымыздың қорегіне өте қатты қажет, қыздар. Ең тағы біреусі бір мезетте бірнеше ақпаратты қабылдаймын деу. Бұл да дұрыс емес. Бір мезетте біз бірнеше ақпаратты. Әйелдердің әрине миы жақсы жұмыс істейді, бір мезетте бәрін жасай береді дейді. Бұл да қақтан шығады. Ресурсты пайдаланамыз. Яғни миымызға шамадан тыс бір мезетте бірнеше шаруаны жасау арқылы біз миымыздағы ресурстарды пайдалана бастаймыз. Біздің денеміздің бәрі ресурстардан тұрады. Ресурстар түгесілген кезде біз ауруға, сырқауға ұшыраймыз. Басыңыз ауырама, аяғыңыз сырқайма, беліңіз ашима, демек ресурстар кетті деген сөз. Ресурстар пайдаланып жатырмыз деген сөз. Бұны пайдаланбас үшін біз спортпен айналысуымыз керек. Спортпен аптасына 3 рет айналысқан кезде біз не істейміз? Өзіміздің мына күш қуатымызды аяққа жібереміз. Басымыздағы температураны төмен түсіреміз. Сондай-ақ көп айту мүмкін, мен спортпен айналысатын уақытым жоқ деп, скакалка бар. Ең болмаса 20 минут. Далада жүру, далада серуендеу 1 сағат ең болмаса. Бұл өте маңызды. Бұл сіздерге бір оңай, банальный нәрсе сияқты, бірақ егер біз бұны істемесек, біздің миымыздағы барлық ресурсты пайдаланып тастаймыз дағыны. Өмірге деген құлшынысымыз азаяды, невроз, жынданып жүреміз, ашуланып жүреміз, ешкімді жақтырмаймыз, ақпаратты қабылдай алмаймыз, оқығымыз келмейді, ізденгіміз келмейді. Келеді, істеуге зауқымыз жоқ. Неге? Өйткені ми уже
ресурстарын пайдаланып жатыр. Осыған сигнал беріп жатыр. Енді қандай тағамдар пайдалы? Қалай қоректендіреміз? Көкөністер, дәнді дақылдар, жемістер, бидай. Бидайдың сорттары бар. Ржаной деген, сол. Жұмыртқа, балық. Миға зиянды өнімдер, фастфуд, қант, алкогольді ішімдіктер, азықтарға қосылатын қоспалар. Сондай-ақ мынау жаман әдеттер, ол темекі шегу, мынау осының бәрі миды кептіреді. Енді көбіміз қалай тез миды іске қоссақ екен деп ойлаймыз, тағамдарды айттым. Ең бастысы балықты көбірек жеуіміз керек екен, омега-3. Егер балық жоқ болса, омега-3 витаминдерін ішуіміз керек. Қалай тез іске қосамыз миды? Бір миымызды жұмыс ету керек кезде біз қалай іске қосамыз? Ресурссыз, яғни ресурсты пайдаланбай, қазіргі энергиямызды пайдалану арқылы. Ойша үлкен сандарды есептеу. 1000-ға 120-ны қосу, 1000-нан 120-ны алып тастау, 120-ға 180-ді қосу, тез ойымызда қоса бастаймыз. Яғни бұл біздің миымызға ресурс береді. Өлең тақпақтарды еске түсіру. Бала кездегі болсын, кішкентай кездегі болсын, әйтеуір өлең тақпақтарды еске түсіру, бірақ күнде біреусін айта беру емес. Әр кезде әрқайсысын. Логикалық есептер шешу, кроссвордтар шешу бұл миға жаңа ресурстар береді, оны дамытады, оған қорек береді. Енді тағы да тамақтар: асқабақ дәні, грек жаңғағы, қызанақ, какао, майлы балық, брокколи, көк шай, қара қарақат. Бұның барлығы біздің миымызға қорек беретін өнімдер. Яғни біз миымызды қоректендірген кезде біздің өмірге деген құлшынысымыз арта бастайды. Біз алға жылжи бастаймыз. Байығыңыз келеді ме? Байысыз. Күйеуге шыққыңыз келе ме? Шығасыз. Өйткені мына мидың ресурсы артқан кезде адамның өмірге деген құлшынысы арта бастайды. Жаңа бір шығатын жолдар іздей бастайды. Егер сіз байығыңыз келсе, сіз баяғыда байитын едіңіз. Неге байымайсыз? Өйткені миды жұмыс ету керек. Оны көбі қаламайды. Зачем? Аспаннан түссе екен дейді. Күйеуге шыққым келеді дейді. Мен айтам, күйеуге шыққыңыз келсе, сіз баяғыда шығатын едіңіз. Мен шыққым келеді. Мен айтам, сіз ар жағын ойлайсыз, шыққыңыз келмейді. Өйткені сізге миыңыз дұрыс ақпарат беріп жатқан жоқ. Так, сен күйеуге шықсаң, ой, бұл проблема басталады деп айтып тұрады. Ал байитын кезде айтады, оған ақшаны қайдан аласың дейіне? Неге? Өйткені ол қорегі жоқ, ол шаршап тұр, қоректендірілмеген. Оған қорек жетпесе, сіз қалай оның бәрін іске асырасыз? Иә, ғажайыптар болады, мен келсем. Бірақ ғажайыпты ойлау үшін де, фантазияға беру үшін де біздің миымыз қоректену керек. Яғни дұрыс фантазировать ету үшін де біздің миымыздың оң жақ және сол жақ бөлігі бірдей жұмыс істеу керек. Мидың жұмысы, қыздар, осындай. Ми туралы әлі де сіздерге ақпарат беремін. Қазір бәріміз күн техникасын жасаймыз. Күн техникасын жасау үшін, қыздар, сіздерге мынандай парақ керек. Қараңыздар. Сіздер бірінші күн саласыздар. Ортасында, мысалы, мен өзімді Айнұрчик деп еркелетемін. Кішкентай кезіңізде өзіңізді қалай еркелеткен, соны жазасыз. Үстіне күн техникасы деп жазып қоясыз. Жан-жағынан шуақтарды көрдіңіз ба? Осы шуақтар көбірек болған сайын ол жақсы. Мен тез жасай салдым. Асығып, әдемілеп күн салып, шуақ салып, жүрек салып, әдемі творчествоға беріңіздер. Ол сіздердің де миыларыңызға қорек береді. Жақсылап, ажарлым, ақылдым, Айнұрчигім, әдемім, таланттым, сұлуым, көркемім, мейірімдім, құрметтім, инабаттым, көріктім, білімдім, қадірлім, парасаттым, ардақтым, әппағым, жаным, күнім, айым, күн нұрынан жаралғаным деп, жаза бересіздер. Осыны айналдырып. Бірінші өздеріңізге жазасыздар. Сосын
күйеулеріңіз бар болса, күйеулеріңізге жазасыздар. Мысалы, сіз оны, мен өзімнің күйеуімді жаным деп атаймын, жаным, батырым, бақытым, мейірбаным, қамқоршым, тірегім, сен болмасаң мына өмірде мен қалай жүрер едім деген сияқты мақтауды күн техникасында жасайсыздар, күйеулеріңізге бересіздер. Сосын балаларыңыз болса, балаларыңыздың атын жазып, осының бәрін жазасыздар дағына, қолына жаным міне деп ұсынасыздар. Бұл күн техникасы үйіңізге сіздің қуаныш сыйлайды. Және балаларыңыз оны еш уақытта ұмытпайды. Анашым мені осылай еркелететін еді. Өмір бақи мына миында қалады. Өмір бақи. Ондай баланың еш уақытта проблемасы болмайды. Күн техникасын түсіндіңіздер деп ойлаймын. Миға жаттығулардың бәрін түсіндіңіздер деп ойлаймын. Енді сұрақ жауап. Сабақ ұнады ма? Сабақ ұнады ма, қыздар? Сақтаймын, алтыным, сақтаймын. Кімге жазғыларыңыз келеді? Аналарыңызға берсеңіздер болады. Еркелетпеген болсаңыздар, тіпті жасаңыздар, қыздар, балаларыңызға. Енелеріңізге жасасаңыздар болады. Енеңізге анашым деп, әкелеріңізге жасасаңыздар болады. Бауырларыңызға жасасаңыздар болады. Сосын қолына ұстата қойыңызшы. Қалай қуанар екен? Қалай қуанар екен? Тегін сабақ жаным. Қыздар, осыны жасайсыздар да, жасап стористарыңызды салыңыздаршы. Мен қарайын. Күшті, керемет деді, өте құнды ақпарат бердіңіз. Рахмет сізге дейді. Рахмет. Қыздар, сондай-ақ жақында менің сабағым болады. 27-сі, 28, жоқ, 29-ы, 30-ы, 31-і. Дәулетті ғұмыр деп аталады. Мұның ішіне барлығы кіреді. Қорқыныштармен жұмыс істеу. Өзіміздің проблемаларымыздан құтылу техникалар айтылады. Медитациялар, алғыс медитациясы, кешірім медитациясы, мен медитациялармен де керемет. Кешірім медитациясы, сондай-ақ сіздерге ішіңізде кішкентай қызбен сөйлесу медитациясы. Барлығы беріледі. Және тек тану да осы сабақтың ішіне кіреді. Хабарласып, жазылып үлгеріңіздер. Сабақ дәулетті ғұмыр деп аталады. Мейірімдім, сізге рахмет дейді. Өй жандарым, рахмет. Тамаша техникаларды берем. Сабаққа қатысып үлгеріңіздер. Мен көп сабақ өткізе алмаймын, қыздар. Уақытым жоқ. Мен сіздер жақсы көрем. Бағасы 5000 теңге. Әзірге сосын көтеріледі. Сондықтан хабарласып, қыздарға қазір жазылыңыздар. Астында телефон жазылып тұр. Жанарбай Семесова жазып қойды. Жапо, рахмет. Бұл техника, күн техникасы, қыздар, сіздердің өмірлеріңізді өзгертеді, жандарым. Күн техникасы өте маңызды. Күн техникасын жасаңыздар, өтініш. Күйеуіңізге айта алмаған болсаңыз, жасап болсын, әдемілеп салып, творчествоңызды қосып, Алла разылығы үшін мені белгілеп, сториске сап қойсаңыз, мен қатты қуанар едім. Өйткені шығармашылықта бізді миымызды қоректендіреді. Сабақ енді мен түнде жүргізе алмаймын, қыздар, білесіздер. Мен где-то сағат 3-терде, 4-терде, 5-терде жүргізем, бірақ бір тәулік сақталады. Мен барлықтеріңізге кеңес берем, сағат 11-де ұйықтап үйреніңіздер. Менің сізді тыңдасам жылағым келеді. Данайыз, ой, Тұмар ханым, неге мен жылатам ба? Терісінен көрсетем ау, неме онда, Бұлайынан емес. Бұлайынан ба, қалай? Бұлайынан. О, міне. Қараңыздар, ортасына менің атым жазылып тұр. Айнурчик. Өзіңіз мысалы сіз Тұмарсыз ба? Тұмаржан. Тұмар ханым. Сосын барып өзіңізді еркелетесіз. Ажарлым,
айнұрчигім, ақылдым. Айгүл болса айгүл жаным, айгүлчигім. Айым, күннім, ботам, таланттым, я? Ал күйеуіңізге батырым, қорғаным, тірегім. Енді сөз көп қой қазақта, Аллаға шүкір. Балаңызға қандай күшті, құрбыңызға беріңіз, бастығыңызға беріңіз. Сіз айта алмасаңыз, сөзбен жеткізе алмасаңыз, жасап апарыңыз. Тамаша ма? Қыздар, бұл жерде керіс, оң дейтінде ештеңе жоқ, қыздар-ау, жандарыма. Несін оның? Айнұрчик деп жазылып тұр ортасында. Айнұрчик. Міне, айнұрчик. Сөйлегеніңіздің өзі қандай жақсы. Алланың нұр жаусын. Алинадан сәлем сізге. Алинаға менен де сәлем. Неше рет күнде. Бір-ақ рет жазастарда бересіздер. Қажет кезінде тағы да жазсаңыздар болады. Посередине написано айнұрчик. Жан-жақтарында еркелететін ласкательные слова, позитивные слова. Я? Қазірде жылап отырмын, сізде адамдар аз. Жыламаңыз жан, мен сізді жылатайын деген жоқпын. Просто жазып қойсаңыз да болады, өзіңіз дауыстап айтсаңыз да болады. Сондай-ақ күйеулеріңізге айта алмасаңыздар, қолына ұстатыңыздар. Қуанады. Балаңызға ұстатып тұрып басына іліп қойыңызшы балаңыз. Қандай күшті қуанады. Ұл туған, көрінудің қажеті жоқ, өтініш. Ортасында айнұрчик деп жазылып тұр, шетінде күн салынып тұр, сәулелерінде жақсы сөздер жазылып тұр. Болды ғой, я? Ажарлым, ақылдым, әдемім, таланттым, сұлуым, көркемім, мерімдім, құрметтім, инабаттым, көріктім, білімдім, қадірлім, парасаттым, ардақтым. Айым, күнім, күн нұрынан жаралғаным, ай нұрынан жаралғаным, сәулем, ботақаным. Көп қой қазақта сөз. Не көп сөз көп, жақсы сөз көп. Рахмет жаным Апкетай, сізге Алла разы болсын. Қыздар, сіздерге де Алла разы болсын. Барынша тікелей эфирді тарқатсаңыздар екен. Қандай күшті ақпарат берілді бүгін сіздерге. Сұрақтарыңыз болса, мен сіздерге жауап берейін. Әлі бір 5 минут уақытымыз бар. Мен сіздерге сұраққа жауап беремін. Аллах разы болсын. Сіздерге де Аллах разы болсын. Мен сіздерді қатты жақсы көрем. Сіздермен әрдайым біргемін. Сабақ басталады. Әзірге 5000 теңге, сондықтан төлеп үлгеріңіздер. Маңызды сабақ болады. Күн техникасын жасаңыздар. Сториста күтем. Алла разылығы үшін жай ғана жасап қоймай, пікірлеріңізді білдіріңіздер. Ютубқа салмаймын, қыздар, мен өзім саламайым, шын десем, ютубқа мен әлі айналысқан жоқпын. Өтініш не мақсатта осылай істейміз? Бұл самооценканы көтереді. Және сіз кімге жақсы сөз айта алмай жүрсіз? Айта алмайтындар бар, иә? Осыны ұсыныңызшы. Ал балаға бұл не үшін керек? Балаңыз бұны өмір бақи есінде сақтайтын болады, қыздар. Және бұл сіздің миыңызға ресурс береді. Миыңызды тынықтырады. Рахмет. Егер түсінбесеңіздер, байқамай қалған болсаңыздар, кеш қосылған болсаңыздар, қайтадан тыңдап алыңыздар. Эфир сақталады. Сау болыңыздар. Мен сіздерді жақсы көрем. Алла разылығы үшін жақсы көрем. Бәріңізге Алла разы болсын. Сәлем, қыздар, қалдарыңыз қалай?